Астана қаласындағы химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2013 жылдың 30 тамызында НАЭС желісіндегі 15-ші білім ордасы болып жұмысын бастады. Мектептің миссиясы оқытудың ұлттық және халықаралық үздік тәжірибелерін қолдану арқылы оқушылардың жан-жақты интеллектуалды дамуына ықпал ететін сапалы білім беру. Заманауи үлгідегі технологиялармен жабдықталған және біліктілігі мол өз ісінің мамандарымен қаруланған білім ордасы оқушылардың бойында іргелі академиялық білімді қалыптастыруға, жаратылыстану математикалық пәндерді тереңдетіп оқыту арқылы сыни ойлау мен функционалдық сауаттылықты дамытуға, жоғары деңгейде ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануға және үш тілде оқытуға бағытталған НАЭС программ негізінде білім береді. Құрмет, адалдық, ашықтық, отбасы құндылықтары мен дәстүрлері, отансүйгіштік және жауапкершілік, денсаулық және әл-ауқат, еңбекқорлық және шығармашылық, жаһандық азаматтық секілді маңызды құндылықтар әрбір шәкірт үшін өмірлік ұстанымға айналып, жарқын болашаққа бағыттайды. Мектепті бітірген түлектердің кең ауқымды дағдылары қалыптасады. Олар Қазақстан Республикасының және әлемнің жетекші университеттеріне оқуға түсуге қабілетті, елдің және әлемнің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосатын, белсенді азаматтық ұстанымы бар, озық ойлы ұлт жанды тұлғалар. 2013-2023 жылдар аралығында Сыр өңірінен барлығы 920 зияткер түлек ұшты. 183 түлек Назарбаев университетінде, тағы 65 түлек ақш, Италия, Чехия, Германия, Түркия, Гонконг, Оңтүстік Корея, Қытай, Венгрия сынды елдердің алпауыт оқу орындарына білім алуға жол тартқан. Бүгінде шәкірттеріміз медицина, ақпараттық технологиялар, инженерия және басқа да маңызды салаларда білімдерін жетілдіріп, еліміздің дамуына тұрақты өзіндік үлес қосып жүрген белсенді азаматтардың қатарынан көрінуде. Жас өскіннің жемісі алып бәйтеректің негізін құрайтынын ескерсек, жыл сайын білім мен тәлімді серік еткен зияткерлер кемел келешектің берік тұғыры болмақ.